Барлықтарыңызға сәлем. Қаланың жақын жерлерін аралап келдім. Сөйтсем бізде де светофор ашылған, тура автовокзалдың ішінде. Сол жерден мына бір контейнерді алдым. 2000-ға жақын тұрады, 2000-нан аса деген ғой. Өте жақсы, 45 литр. Біреу алдым, өйткені көтере алмаймын ғой. Қиындау түседі да. Сонымен біреу алдым. Енді былайынан ашылады екен, мінекей. Светофордан алдым, светофор магазинінен. Осылай ашылады. Өте жақсы, әдемі. Маған ұнады. Жауып қоясын. Болды. Енді фикс прайсқа барғам, негізі контейнер алам ба деп ойлағам, неге шкафқа сөйтсем, о жақта контейнер жоқ екен. Негізі біздің қаладағы магазиндерде ондай қатты андай заттар жоқ, керекті. Или елдер сразу алып кетеді. Или мұсы онша әкеле бермейді. Одан фикс прайсқа кірдім. Мына светофордың да несі бар. Мына бір кішкентай сковородка алдым да, бұны не үшін алғанын білесіздер ма? Осыны көрген кезде сразу сол есіме түсті ғой, ет асқан кезде бетіне құятын тұздығын осыған істейтін боламын да. Өте күшті, прям кішкентай. Тура соған арналған. Өйткені тұздығын көп бізде істей бермейміз. Бізге кішкентай жетсе болды. Тұздығындай қатты көпісі жей бермейді. Сондықтан осы кішкентай сковородканы алдым. Осыны көрген кезде сразу есіме сол тұздық түсті. Одан кейін о жақтан андай контейнер алдым. Андай өзінің несі бар екен. Өлшеп қойғаны бар екен. Жақсы, өте жақсы, маған ұнады. Негізі бір-екі үшеуін алсам ба дедім. Пока біреуін ала тұрдым. Кегер кезде осындай контейнерді таппай қалам. Кішкентайы да бар екен, кішкентайын алған жоқ. Өйткені үйде кішкентайы жаңа фикс прайстан кішкентайын алып қойдым. Наған пияз салған қалып қойдым. Кей кезде үйде пияз тураймыз. Пияз жейміз ғой, сол кезде тураған кезде пиязды осыған салып қоятын. Өте кішкентай. Одан кейін тағы да мынандай маска алдым. Өте жақсы, осы маска күшті, прям біреуін тауыстым, былтыр жазда бітірдім. Міне екіншісін алдым, өте керемет, маған ұнады. Одан кейін жаңа жылдық нелер келіпті. Одан кейін мынандай шелкунчик алдым. Өте жақсы, әдемі. Арзан екен, бағасы сонымен ала салдым. Мынандай домик алдым, по-моему, бұл жанады. Батарейка салсаң жанады. Мынандай домик алдым, өте әдемі жаңа жылға. Одан кейін ең керекті маған мынандай біреу алдым, осындай іліп қойғанға, мына жерге шампунь, анау салып қойғанға. Өйткені бізде душтың ішінде жаңа салатын не жоқ, осындай корзинка жоқ. Өйткені бұрышта бар, уголок қойып қойғанға болады, бірақ ол жерден жиі құлайды. Онша бір-біріне келе бермейді да, сонымен қисық тұр ғой уголок. Соменен шампунь анамны қойсаң құлақ қыла береді. Ал мынау нағыз сол жерге болады. Қазір алып қоятын болам осылардың бәрін. Осақ негізі мен фикс прайстан әдемі ақ контейнерлер алам ба деп едім. Онда ешқандай контейнер таппадым. В общем, ештеңе таппадым бар ғой. Ештеңе алып келмеген. Сол баяғы бұрынғы заттар тек қана өзгерген. Бұл мынандай жаңа жылдық заттар ғана болды. Ал светофорда көбінесе бізде продукт ар жағында кішігірім ғана ыдыс-аяқтар бар екен. Ондай қатты көп ыдыс-аяқ болған жоқ. Мен негізі ол светофорға мына контейнерге бола барған болатын. Осындай контейнер өте керемет сатады. Мына 45 литрдің өте үлкен, күшті. Басқа жерлерге барсаң қымбаттау. Мына светофорда арзан. Пока арзан кезде осыны алып қалу керек, ертең қымбатты кетеді. Елімізде жоқ қой, елдер алып кетеді. Сондықтан тағы да бір-екеу алғым келіп тұр. Біреуіне аяқ киімдер саламын. Ойластырып қойдым уже болды. Ал біреуіне недегі папамыздың тағы да киімдер бар, солардың бәрін салып қоятын боламыз. Мінекей қалаға бардым, 1-2 сағат аралап қайттым. Алған заттарым осақ. Фикс прайстың ішін қанша сағат араладым, 3-4 рет айналып шықтым, ештеңе таппадым. Мына домик негіз маған жақсы кездесті. Бұл бір жерге қоятын болам негізі. Енді базарға бару керек болып тұр, қайтадан базарға барсам ба деп тұрмын. Мінекей сіздермен бірге осылай әңгіме айтып отырмын. Әлі үстімді де шешкен жоқпын. Негіз бар ғой, бәрі баламдікі. Алмат екеуміз кие береміз. Алмат та киеді, мен де киемін. Мына Алматтың жаңағы несі безрукавкасы мен киіп алдым. Көп кие бермейді Алмат, сонымен мен кие салдым. Дала деген салқын, күн шыққан, мен сөйтіп осылайынан кие салғам ғой негізі.
отырмын. Қазір келе салып сіздерге обзор жасап жатқаным. Шаршап кеттім бір жағынан. Отырмын осы жерде сіздермен бірге әңгіме соғып. Алмат уже сабаққа кетіп қалыпты. Үйде жалғыз өзім қалдым. Папамызға жұмыс бүгін. Кеше 2 күн жаңбыр жауды, үйде болды. Енді қазір жұмыс. Жерге мынандай жабыстырдық. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұрынғы кафельдің орнына осындай жаңа жидкий обой бар ғой, сондай жабыстырып қойдық. Мінекей осылайынан әдемі қылып. Пока уақытша осылайынан тұра берсін. Түнде жабыстырамыз дегенше нервіміз шықты ғой. 1000 рет ұрысып, 1000 рет татуластық. Осы обойды жабыстырамын дегенше, өйткені мына газдың мынандай 2 трубасы өте қатты кедергі жасады да, сол жері сәл қиындау болды. Сонымен зорға дегенде жабыстырдық. Енді косяктар бар, ештеңке қылмайды деген ойдам. Ана жерге жетпей қалды. Сонымен ана жерге жамап қойдық. В общем, біріншісін жабыстырған болатынбыз, біріншісі осындай түгелмен болған болатын. Бірақ ол қисық болып қалды да, сонымен оны алып тастап, екіншісін осылай жабыстырдық. Сонымен осындай болды, ештеңке қылмайды. Мына жағына да жабыстырдық. Одан кейін жоғары жағы ашық еді, жоғары жағы онша емес еді, жоғары жағына да жабыстырдық. Вытяжка тұрған жерге сөйтіп барлығын әдемілеп жабыстырып қойдық. Пока енді тұра берсін уақытша. Маған ұнап тұр өзіме. Түндегін айта алмаймын, сағат 12, тағы да 12-де жаттық. Сонымен кеше еще базарға барып келдік. Базарға барып келдік, осыны алдық. Сөйттік та кешке таман тамақ іштік. Сөйттік та осыны жабыстыруға кірістік қой осылайынан. Сағат 12-де жаттық сонымен. Енді сіздермен бірге жақсылап кладовканың ішін жинайтын боламыз. Кладовкаден бірнеше қоқыстарды шығаратын боламыз. Ыдыс-аяқтарды да шығарып сарайға қоятын боламыз. Өйткені бұның ішіндегі көп ыдыстарды мен мүлдем қолданбаймын. Сондықтан барлығын сарайға бір бұрышқа жинап қоятын болып шештік. Өйткені мына жерде біраз орынды алады. Одан кейін шкафты шығаратын боламыз далаға. Есіктің алдына қойып қойдық ол шкафты. Оның ішіне аяқ киімдерді жинап қойдық. Өйткені даладағы бұрышта да ылғи да шашылатын, ылғи да сол жер жаңағыдай шашылғандай болып, в общем, коробкалар жаман көрініп тұратын. Сонымен осы пока осы шкафты сол бұрышқа қойып қойдық. Мына жерде өте көп қоқыстар бар екен. В общем, қанша шығарсам да әлі де жаңа қоқыстардан арыла алмай жатырмын. Алдыңғы видеода жаңа кухняны салған кезде құттықтаулар келіп жатты. Сіздерге көп рахмет айтам. Өте қатты қуанып қалдым. Негізі ойда жоқ етін кухняны жаңарту, былай айту арасында ойлап қоятын жаңарту керек екен деп, бірақ енді сразу бұлай аяқ асты бұлай жаңартам деп ойлаған жоқпын. Вытяжка қоям деген ойымда мүлдем жоқ болатын. Үш ұйықтасам түсімде кірмеген нәрсе етін, ол да қойылып қалды. Бұрынғы өзімнің қызыл шкафыма қарағанда үлкендеу болды, ұзынырақ болды. Қызыл шкафқа негізі 10 жыл болыпты. Қойғанымызға 10 жылдың ішінде осылайынан ауыстырып отырып. Негізі мода жыл сайын емес, ай сайын ауысады ғой, негізі оған ілесе алмайсың. Енді мына жерде мен жаңа духовкадан неден қалған, газден қалған коробкалар бар еді, үлкен-үлкен. Соларды пайдаланып, осы коробкаларға жаңа тарелкалардың барлығын салып жатырмын. Мына үлкен коробка осыған кастрюлем сыйып кеткеніне өте қуанып отырмын. Өйткені қай жаққа қоям деген ой болған болатын. Жаңағы үлкен табақтар болатын, ет салып жүрген, оларды да сарайға барып тастадым. Оларды үлкен жаңағы мұсыр тастайтын қара пакет бар ғой, жаңағы қалың, соған салып қойдым. Екеуінде даже үстінен тағы да екінші қабат үстіне кигізіп сөйтіп апарып қойдым. Негізі бұрындарда сол жақта тұратын көп цехтарым, кейін әйтеуір бір келіп қойдым осы жаққа, содан кейін осы жерде тұрған болатын барлығы. Көбінесе о жақта енді көбінесе алу-салу көп болып кетті. Сонымен осы үйге әкеп қойған болатын, сынып қала ма, жаңағы краскалар ұшып кете ма деп. Енді мына кладовкаде алу-салу көп болғаннан кейін сарайға апарып тастап жатыр. Мен пока сарайдан ештеңке алып салып жатқан жоқпыз ғой. Бір орында тұрады. Енді сарайдың ішін жинау керек, өйткені сарайдың ішінде де өте қоқыстар көп. Оның ішіндегі қоқыстардың барлығын тастау керек. Онсыз болмайды. Жаңағы үлкен шкаф бар сарайда да, соның үстін босатып берсе, сол жерге осы цехтардың барлығын қоятын болам. Сол кезде ешкім тиіспейді, өзімен өзі тұрады деген ойдамын. В общем,
Енді мына жерде коробкаларды мен жақсылап скотчтадым, қай жерінде қандай тесік бар барлығын скотчтадым, даже орап әбден скотчтап тастадым. Енді білмеймін, екінші қайтып соны көрмейтіндей, алмайтындай. Бірақ бір жағынан ол да жақсы, өйткені қанша дегенмен сарайдың іші шаң болады, жел тұрады дегендей. Скотчтамастан бұрын бетіне жаңағы мусор тастайтын қара пакет бар, сонымен тағы да қосымша бетін жауып қойдым. Шаң кіріп кетпесін деп, сөйтіп сыртына барлығын жаздым, коробканың сыртына жаздым, ішінде не бар екен, үлкен кастрюль, жаңағы кувшин бар дедім, кішкентай алюминий кастрюль, тағы да эмалевый кастрюль бар, солардың бәрін бір-бірлеп сыртына жазып қойдым. Бокстың шлемі, перчатка деп, өйткені ертең мен апарып тастасам, бұл коробкалардың ішінде не бар екен білмей бір ұмытып қаламын. Сондықтан сыртына жазып қойдым. Сарайға барар кезде бірінші сыртын оқимын, осындай ыдыс-аяқтар бар, осы жерден алуға болады деп. Барлығын ашып тастамай наугад, одан кейін қайтадан олардың бәрін жау керек болады. Одан мінекей контейнерге мінекей тағы да майда шүйденің барлығын салдым. Менен осындай кішкентай контейнер бос қалды. Бос қалғанға дейін уақытша бос тұрды. Одан кейін оларға салфеткаларды салып тастадым. Үлкен коробкада бізде салфетка бар еді. Ол салфеткалардың бәрін жан-жаққа тараттым. Кішкентай контейнердің ішіне салдым. Жаңағы салфетканы әбден сыйдырдым. Өйткені басқа қоятын жер жоқ. В общем, бар ғой, әлі жинап бітіре алмай жатырмшы. Салфеткаларды қайқа қоярымды білмей жатырмын, қайқа сыйдырарымды білмей жатырмын. Мінекей мына заттардың бәрін қазір қайтадан кладовкаға қою керек, сыйдыру керек дегендей. Сонымен миым ашып жатыр ғой кәдімгідей. Біраз ыдыс-аяқтар сарайға кетті. Өйткені оларды мүлдем қолданбаймын, қолданған емеспін де, сондықтан сарайға апарып тастадық. Мына жерде тек қана керектілер ғана қалды, қалған бәрі сол жаққа кетті. В общем, тамақ та істеп жатырмын. Қазір кладовка деп тумбочканы алатын боламыз. Мен көтере алмаймын, сондықтан бабамыз Алматты күтіп жүр. Алматы келсе қазір сол екеуі бірге шығаратын болады. Бәрібір қоқыс шығарсам да бәрібір мынандай коробка пайда болып отыр. Мына коробкалар негізі бос болған. Бұл коробкалардың барлығына тағы да заттар салып тастадым. Одан кейін үлкен жаңа мен сатып алған контейнерге андай жаңағы блендер, мясорубка дегендердің бәрін осының ішіне салып тастадым и бетіне салфетка салдым. Кладовканы жинап қойдым. Енді үйді жинастыруға кірісіп жатырмын, өйткені үйді жақсылап пылесостап алу керек. Қанша дегенмен де қоқыстарды шығарған кезде бәрібір де жаңа мусор шашылады. Сонымен Алматының несін, столын үстін жақсылап жинап алмақшымын. Алматында біраз нәрсесі шығып кеткен, карандашы, ручкасы барлығы шығып кеткен. Кеше өйткені біз жаңағы кухняға клей жапсырдық қой, сол кезде осы фломастер, карандаш дегеннің бәрін қолдандық. Мінекей сіздермен бірге кладовканың ішін жақсылап жинап алдық. Мінекей сіздерге қысқаша осылайынан көрсетіп жатырмын. Ендігі видеода сіздерге жақсылап осы жерді көрсете кетемін. Қайсысы қай жерде тұрғанын. Негізі бетінде наклейкалар өте көп болады ғой, слишком көп жабыстырады екен. Мына жерде наклейка болды, одан кейін мына жерде наклейка болды, мына жерде үлкен наклейка болды да. И бірінші күн мен духовкаға нан пісірген болатым, сол кезде қызып тұр ғой деп наклейкасын алдым. Наклейкасы жақсы алынды, бірақ наклейкасын алған менен, бетіндегі қағазын алған мен клей қалып кетті. Мінекей көрініп тұр, мінекей қандай қалып кеткені. Кәдімгідей жабысады. Одан кейін мына жерінде де қалып кеткен болатын. Одан кейін мына жерде де бар етін наклейка, мына жерінде де наклейка бар етін. Солардың бәрін алып тастадым. Орындарында клейлер қалып кетті. Сол клейлерін қазір мен сұйық маймен кетіріп жатырмын. Мінекей мынандай сұйық маймен
и сұйық майға мындай ватный дискке сеуіп осылайынан мына жерді жақсылап кетіріп алдым. Мінекей жақсы кетті. Одан кейін мына жерін кетірдім. Мінекей мына жерде жақсы кетті. Мінекей енді мен мақсатым мына жердегі айнасындағы наклейкаларды кетіру. Мына жерін сәл-сәл ысқылап кетірдім. Кетіп жатыр. Содан кейін үстінен жақсылап майлықпен сүртіп алатын боламыз. Мінекей өте көп жабыстырады екен негізі наклейканы. Еще бір түрлі түсті цветте болғаннан кейін барлығын алып тастадым. Негізі фен қыздырып алсаң да болады. Мен енді нан пісіріп духовка қызып тұрған кезде жақсы алынады ғой дедім. Алынды негізі, бірақ наклейкаларын қалдырып кеттім. Мінекей осыларды қазір жақсылап кетіретін боламын. Мінекей барлығын жақсылап кетіріп алдым. Мына жердегі өте қатты қиын болды, өйткені клей деген кәдімгідей қалың. Жаңағы мақтамен сүртіп едім, мақтаның күші келмей қойды, мүлдем келмей қойды. Одан кейін барып губкамен ашайын, губканың қатты жері болады ғой, сол жермен сүртіп едім, сұйық май құйып. Ол жерде кетіре алмай қалды, сөйтіп жаңағы пышақпен бетіндегі бірінші слой клейін бәрін алдым. Содан кейін барып губкамен жақсылап, губканың қатты жерімен жақсылап сүртіп алдым. Содан кейін барып кетті. Оның алдында вообще кетпейді екен. Жай әшейін ватный дискпен сүрткен кетпейді екен негізі. Мен осылайынан жақсылап сүртіп алдым. Мінекей тап-таза болды. Енді нан пісіре беруге болады.